Сәлеметсіз бе? Менің осы өзімнің ғылыми жобамның аясында сізге осы 3 сұрақтан келіп едім. Сол 3 сұрағымды қойсам бола ма? Рұқсат. Бірінші сұрағыма кезек берсем, сіз үшін Мәди Бапиұлы қандай тұлға? Мәди Бапиұлы біздің жерлесіміз, атақты ақын композитор. Бірақ ол кісі тек ақын композитор деп қана танымайды, себебі ол кісі күрескер ақын композитор деп айтуға болады. Себебі ол өз заманында қиын қыстау кезде өз заманында күрескер болған, белгілі бір ұнамсыз заттарға қарсы шыға білген тұлға екен. Сондықтан Мәди Бапиұлы тек қана атақты композитор ретінде ғана емес, ол кісінің адамдықпен, бостандықпен күрескені, өзі соны дәстүрлік жырға қосып айтқаны бәрімізге танымал. Сондықтан бұл тұлға ерекше, әр қазақтың жүрегінде болатын тұлға деп есептеймін. Өте керемет жауап. Екінші сұрағым, ел арасында өр мотиватор, ауыл балаларына арнап мектеп ашқан Мұстақым досына әртүрлі қолдаулар көрсетті деген пікірлер қаншалықты рас? Мәди Бапиұлы және Мұстақым Малдыбайұлы екеуі де қарқаралы өңірінен шыққан тұлғалар, замандас болған екен. Ақын композитор Мәди, Мұстақым екеуі байланыстыра дүние бұл алаштыққа қатысу, алаш идеясын ұстану, екеуі де ел мүддесін, жер мүддесін құндылықтармен байланыстырған тұлғалар болғандықтан арасындағы байланыс әрине көп. Сонымен қатар Мұстақым алаш идеясына жаңашыл идеялар айтса, ал Мәди Бапиұлы ол кісі халықтың еркіндігі мен әділеттігіне күрескен. Екеуі де біздің халқымыздың мәдени, қоғамдық дамуына үлес қосқан тұлғалар. Үшінші сұрағым, 4 ел мен алаштықтардың жүрегінде қалған Мәди Бапиұлы алаштықтарға неге ие болды деп ойлайсыз? Мәди Бапиұлы өмір сүрген заманда алаш зиялыларда қызу жұмыс атқарып жатты. Ал Мәдидің ұстанған идеясы осы алаштықтардың саяси күресімен қатар тұрды. Яғни Әлихан Бөкейхан алаш партиясы негізін салған. Ол кісі алаш зиялыларының көшбасшысы бола тұрып, ұлт қайраткері бола тұрып, қазақ автономиясын армандауды көздеді, халықты жақсылыққа қарай ұмтылдыруда күресті. Сондықтан Мәди Бапиұлы бұл кісі әнші композитор ретінде күрессе, осы жерде екеуінің идеясы тоғысып тұрды. Алайда әрине екеуі де сол заманның солақай саясатының құрбаны.